Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында лаваш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ұнымызға ыстық қайнаған суымызды араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Оған тұз қосамыз, сосын сұйық майымызды қосамыз. Солай қамыр жасап аламыз. Міндетті түрде қайнаған суларыңыз ыстық болуы тиіс. Жақсылап бар күштеріңізді салып, бір келгі өте тынған, сондай керемет қамыр жасаңыздар. Енді осы илеген қамырымызды пакетімізге салып 30 минутқа қалдырып қоямыз. 30 минуттан кейін оны осылай ұзынша етіп жайып алып, бөлек қылып кесіп, домалақ пішімге келтіреміз. Кескен кезде пішіміне дөңгелектің табаныңыздың көлеміне қарай істеңіздер. Менің табам кішірек болғаннан кейін мен осындай кішкентай көлемде кесіп алдым. Сіздердің табаларыңыз үлкен болса, одан да үлкен бөлікке кесіп алсаңыздар болады. Енді әрқайсысын осылай жұқа етіп, дөңгелек пішімде қамырымызды жайып алатын боламыз. Жайған кезде де өте жұқа қылып жайыңыздар. Лаваш өте жұқа болады ғой. Сол себепті барынша жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Менде 17 бөлік лаваш шықты. Енді қызып тұрған тавамызға осылай әрбір лавашымызды пісіріп алатын боламыз. Өте оңай дайындалады, өте тез піседі. Ыстық отқа қамырымызды қойғаннан кейін арасын 2-3 минутқа қалдырмай, 1 минуттың өзінде қоңырлау түске айналғаннан кейін сразу ауыстырып, бірден пісіріп аласыздар. Егер осылай үй жағдайында пісірген лаваш сіздерге ұнап жатса, маған лайк, комментария қалдырып, тіркеліп кетіңіздер, жанында қоңыраушаны басып кетіңіздер. Себебі мендегі бірінші болған рецептіммен, видеомен бірінші болып сіздер көретін боласыздар. Осылай лаваштарымыз пісті, өте керемет, жұмсақ, жыртылмайтын, қатып қалмайтын лаваш шықты. Осылай үйреніп алсаңыздар, өздеріңіз үйде ішіне түрлі салмалар салып, домашний лаваш істеп жейтін боласыздар. Таңғы асқа да керемет болады. Менің рецептім ұнаса, міндетті түрде қолдаңыздар. Сіздерге рахмет, көргендеріңізге сау болыңыздар.